Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін қарын мен көкөністер қосылған салат жасайтын боламыз. Өте ерекше, күшті болып шығады, жасап көріңіздер. Қарынды алдын ала суда пісіріп аламыз, 3 сағат жақсылап тұрып жұмсартып. Сосын осылай салым қағып турайсыздар. Бір сәбіз, бір қияр, көріп тұрғандарыңызды, бұрыш және полгорки ашты бұрыш керек болады бізге. Чеснок, укроп, кинза. Видеодағыдай турайсыздар салым қағып. Достар, менің каналым ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қалған видеоларымды жіберіп алмас үшін мен сіздерді күтетін боламын. Қолдауларыңыз үшін рахмет. Қызып тұрған майда қарынды қуырып аламыз. Бір қасық томат, болмаса паприка қоссаңыз болады. Және соя соус, чеснок, бұрыш, сәбіз бәрін қосып 1 минуттан араластырып тұрамыз. Кристаллики, қара бұрыш, қызыл бұрыш. Салатымызды салып, ыдысқа қияр мен чеснок салдық. Және мынандай чим-чим приправасын қоссаңыздар болады. Дәміне қарай тұз, укроп, көкшөптерді қосып араластырамыз. Салатымыз дайын. Өте дәмді, пайдалы салат жасап көріңіздер. Ұнап жатса, комментарий жазып кетіңіз. Ас болсын.